Warner Bros. Кинокомпаниясы, продюсер Джеймс Ванда және дебютант режиссері Саймон Маккуиттің бірігіп жасаған Mortal Kombat фильмінің трейлерін ұсынды. Авторлар 90-шы жылдардағы культтік шайқас ойындарын қайта құрып қана қоймай, Mortal Kombat кинематографиялық жаңа әлемін құрды. Атақты актерлардың ішінен рөлдерді ойнауға Луди Лин мен Хюрики Санада шақырылған. Фильмге сценарий жазу үшін Грег Руссо жалданды. 2019 жылы мамырда түсірілім басталды және фильм оңтүстік Австралияда түсіріледі деп жарияланды. 2019 жылдың шілдесінде Руссо Твиттерде фильм шынымен де R бағасына ие болатын және Mortal Kombat үлкен экранға шығады деп жазды. Сюжет аралас жекпе-жектің күрескері, айдаһар кейпінде жұмбақ із қалдырған әлемнің жаңа батыры Кол Ян туралы айтылады. Бұған дейін Кол ойындарға шықпаған. Фильмнің басы Лин Куэй мен Ширайру арасындағы араздыққа арналған. Нәтижесінде батырлардың жолы оны Рейдің ғибадатханасына апарады. Сонда ол өз әлемін қорғау үшін басқа да күрескерлермен бірге жаттығуды бастайды. Ғаламторда барлығы Саймон Маккуиттің Mortal Kombat фильмінің трейлерін белсенді түрде талқылауды жалғастыруда. Тіпті басты кейіпкер туралы қызықты теория пайда болды. Таспада бізге Mortal Kombat'тың көптеген жекпе-жегі көрсетіледі. Бірақ франшизаға жаңадан келген MMA файтері Кол Янке ерекше көңіл бөледі. Кейіпкерді Льюис Тан сомдайды. Экранда Колдың денесінде айдаһардың таңбасы бар жұмбақ кейіпкер шын мәнінде қайта туылған Сашаның тікелей мұрагері деп болжады. Фильм конспекті Колдың өзі туралы білмейтін бай тарих туралы айтады. Таспада Шэнг Цунг қандайда бір себептермен Сашаның ежелгі жауы, ең мықты жауынгер Криомансер Саб-Зироны жібереді. Трейлерде Кол Саб-Зиромен төбелесіп қана қоймай, оғанда Сашаянға да қатысты болатындығы айқын көрсетілген. Трейлерден біз Саб-Зироның пайда болуы, Колды оның құпия бастауларын анықтауға және ғалам тағдыры тәуелді болатын атаңызға айналған турнирдің бір бөлігі болуға итермелеген түсінеміз. Содан кейін ол Джекс пен Соня Блейдтан Mortal Kombat туралы біліп, Лю Кэнг, Кунг Лао және Каномен кездесті. Белгілі бір сәтте Сашаян Колға қорқынышты көріністе көрінеді. Бұл бейне фильмнің барлық оқиғалары Колдың Саб-Зиромен финалда кездесуіне әкелетін сияқты. Бұл оның зұлым адаммен және Сашаянмен байланысын одан сайын күшейтеді. Егер Кол қайта туылған Сашаян ретінде көрінбесе, Ханзоның қаны әрі ұрпағы болып шығады. Не болмаса Ханзо Колды алыс заманда отбасын өлтірген үшін Саб-Зиродан кек алу мақсатында қолдануды шешкен шығар. Ал Шэнг Цунг өзінің артынан Лин Куэй жауынгерлерін жібереді. Бұл жағдайда Mortal Kombat'тың соңына қарай Кол қай тарапта болатын таңдау керек. Фильмде оқиғалардың қатыгездігіне қарамастан күлкілі сәттермен толығып отырады. Бұл үшін Каноның рөлін сомдайтын Джош Лоусонға ерекше алғыс білдіремін. Актер, комедия, драма және зорлық-зомбылықты біріктіріп өнер көрсетеді. Біз оны бағалаймыз. Кино түсіру барысында Гороның дизайн жасау оңайға соқпаған. Басында анатомиялық тұрғыдан жасағанда біртүрлі болып көрінді. Бірақ аниматорлар керемет жұмыс жасады. Горо сюжет үшін маңызы бар кейіпкер. Трейлерде көбіне мұз басқан орынды көреміз. Бұл орын Колдың сайысқа шығатын спорт алаңы. Мұна тұста Шэнг Цунг пен Рейдінді байқаймыз. Біраз уақыт бұрын кинорежиссерлар біз көптеген қанды өлімдерді көп көреміз деген жазба жариялаған. Трейлер олардың сөздерін растады. Саб-Зиро өзінің мұздату қабілетін орынды пайдаланды. Саб-Зиро Сашаяның денесін тіліп, оның қанын қару ретінде қолдану үшін ауада қатырғанын көреміз. Трейлерде тағы таңғалдырған көрініс Лю Кэнг пайдаланған айдаһар символы. Жалынды айдаһар жұмбақ сипатта жеке дара шайқаста жаңарған кезде ашылады. Ол өзін айдаһарға айналдырмаса да, бұл көрініс өзіне тарта алатын керемет күштің айқын нұсқасы. Сонымен бірге шайқас кезінде Лю Кэнгтің алдында тұрған Кабалды байқауға болады. Оның тағдырын шарпыған жалынға Лю Кэнгтің қатысы жоқ деп ойлаймын. Фильмде Кабалды Дэниел Нельсон сомдайды. Қара айдаһар кланы кезекті фаталды трейлердің соңында жасайды. Трейлерде Каноның рептилияның жүрегін жұлып алатын сәті болу керек. Қара айдаһар класының шебері өзінің лазерлік көзін пайдаланған кезде кейбір қанға толы сәттерді көрсетеді. Кано жауларын аяусыз қорлауға дағдыланған. Трейлер жүректі ұстап тұрып, жеңісін қанжығасына байлаған Каноның көрінісімен аяқталады.
Егер кадрға мән берсек, бұл Соня Блейк тұрған бөлмеге ұқсайды, және қабырғаларда ілінген суреттер дәлел бола алады. Кано бұл шайқаста өзінің ыстық көзін қолданып, бөлмені өртке ораған. Кейбір көрермендер Мелинаның өткір тістерін сынға алды. Сиси Стрингер сомдаған Мелина көпшілікке ұнамаған. Тістердің өткірлігі ойынға мүлдем ұқсамайды. Үнемі өз деформациясын бетперде астында жиі жасыратын таркатандық Сайды қаннан тазалап тұрғанда өзінің тістері қарапайым адамдардан еш айырмашылығы жоқ секілді көрінеді. Mortal Kombat'тың жанкүйерлері соңғы трейлердің барлық кадрларын қарап шықты. Сөйтіп Китананы тапты. Өте қысқа көріністердің бірінде көрермендерге Рейдінің барлық назар аударған жер командасының толық құрамасы көрсетілген. Сол себепті көптеген адамдар императордың асырап алған қызын байқамады. Бұл көріністе Рейден өзінің тобымен еденге соғылып найзағай шақырады. Батырлардың барлығы дерлік оның артында сапқа тұрды. Мына жерде толық құрамға тек Джекс жетіспейді. Сонымен қатар жақтаудың оң жағында сіз Китананың қалақтары бар желдеткіш вер орнатылған тұғырды көре аласыз. Жанкүйерлер Mortal Kombat фильмінде Китана қаншайым пайда болады деп сенеді. Сонымен бірге оның қатысуы сюжет үшін өте маңызды болады. Сондықтан авторлар интриганы құпия сақтап, кино көрсетілмейінше құпияны ашпауға шешім қабылдады. Басты зұлым Шэнг Цунг екі кланның арасында от салу ғажап емес. Бәріміз білетіндей Шэнг Цунг кез келген адамның бейнесіне ене алады. Тек сол адамның жанын алу керек. Байхан, Ханзо. Жогоны қораштана. Байханның кейпін пайдаланып, Ханзоға қарсы қою мүмкін. Quan Chi де солай, Саб-Зероның бейнесін жамылып, бүкіл Лин Куэй жасағымен қол жинап, Ханзоның ауылын қырып кеткен есімізде. Ширайру мен Лин Куэй арасында соншалықты терең тарих бар. Кол өзінің жеке тарихына негіз бола алады. Mortal Kombat өндірушілері болашақта осы жанжалды қайта жандандыру үшін өз мүмкіндіктерін жасауға Кол көмектесе алады. Mortal Kombat'тың тағы бір тірегі Джонни Кейдж. Джонни Кейдж сияқты кейіпкерді елемеу оғаш шешім болып көрінуі мүмкін. Жауынгерлер ансамблі мен геймерлердің мақтанышына ие болғанымен Джонни Кейдждің жоқтығы қатты байқалады. Джонни көңілді, өзін-өзі жақсы көретін тұлға. Mortal Kombat оны Голливудта қысқа уақыт ішінде өзінің атаққұмарлығына жете алмайтындай етіп соққыға жығып, ендігі назарды MMA сайыскері Кол Янки аударды. Саб-Зероны бейнелеген Джо Таслим Mortal Kombat'тың сиквелінде Джонни Кейджді көргісі келеді. Бітімсіз жаулар бүкіл әлем тағдыры шешілетін әйгілі жекпе-жек турнирінің қалған қатысушыларымен бірге 16 сәуірде шағын және кең экрандарға түседі. Гибридті шығарылымның арқасында көрермендер көптен күткен премьераны үйде HBO Max стримингтік қызметі арқылы көре алады. Фильмнің шығу прокаты 16 сәуірге жоспарланған.